Сол әпке, сол дүниеден нен көрмеді, сол авария болғанда көрдік қой. Басымызға не түскен, кімнің кім екенін, ағайын туысында кім екенін. Сендер әулетте ағайынның алдысыңдар ғой негізі, ең бай сендерсіңдер. Сендер бай болғаннан кейін бәрі жағалады ғой енді, жеңге деді, аға деді, әпше деді. Шашқан шығарсың кезінде. Шашасың ғой енді, шаштық қой. Шашқандар сен аварияға түскенде жиналды ма? Жоқ, қарамайды. Не деді? Сол өзі істейді, өзі шашады, өзі біледі. Бағана басыма түскен кезде бермейді. Кезінде берсең де бермегенге шығарады ғой. Жоқ, біз бүйтіп ойлаймыз ғой, біз бауырларымызға берсек, ертең күнде басымызға іс түсіп қалса, немесе іс түспесінші, қуаныш болғанда қайтады деп ойлаймыз да. Бірақ басыңа іс түсіп қалған кезде шамаңа қарамадың ба, артыңа қарамадың ба, өзің көтересің, Құдай біздің несібемізді саған беріп отыр деп жаңа көлгірсіп неше түрлі әңгімені айтады ғой. Саған не айтады? Маған сол бана басым өзіне сауап болыпты деп те айтқан естік қой енді. Авария болып, не алғанда. Дұшпан болып қой қазір. Кімнің кім екенін де білмей қалдық сөзің шын керек. Қазір бар ғой, мына біз қазақтарда туысқан бауыр деген жамандамаймыз ғой. Біздің қасиетіміз сода. Бірақ та біздің ең азар беретін адамдарымыз дәл осы кісілер, ең жақындарымыз. Көшедегі адамдар таслақтырып кетсе де, ол кісілерді жақсы көреміз, бірақ анау басына не қылып түскен кезде бір қолдау көрсетіп тұрса адам да енді поддержка деген бәрібір жақсы ғой. Ең болмаса сөз жәрдем. Сөзде жәрдем. Қолынан келгенше бізде мысалы қолынан келгенше бердік кезінде мысалы. Ана 50 мың теңге үшін де қазір қанша мысалы да декемдеп келеді мысалы. Басынан өтті де өз қиыншылығын. Бәрін көрдік қой енді. Сол кезде мысалы жас болсақ та әйтеуір қараны ақты айырып бастап атып қой қазір енді. Қиыншылықты көрдік. Баланы тауып, отбасын үйтіп ұстап, базар жасап, үлкен бизнеске айландырып, нағыз еңбексіңдердікі. Өкіметтің бүкіл марапатын да, өкіметтің үйін де, күйін де алатын сендерсіңдер. Ана әкімшілікті, президент аппаратын ойбайлатып, шулатып, маған үй бер, жер бер, мен бала таптым деп міндет ататын әйелдер. Сендер нағыз батырсың. Ол бала өзім үшін не қылдым мен, ол өкіметтен ақша алу үшін емес, өзім туып, ертең Құда қаласа әйтеуір өсіп өніп кетсе қарайды, бала ұрпақ көбейсін, бір-біріне ағайын туыс болсын. Өзім үшін тудым мен, ондай өкіметтен ақша алайын, ойбай өкімет үй сап берсін деген жоқпын. Әйтеуір денім сау, сол бала шағам тудым ма. Қазақтың батыр қыздар осы. Осы жерде ағайындарға, бәріміздің ағайындарымыз бар ғой, құлақтарыңызға алтын сырға. Мына қоғамға шыққан, үлкен кәсіп жасап, менің Гүлбаршын сіңлім секілді бағындырған, әрбір қиындықтан өткен, өйтіп ұстап отырған алтындай ұлы бар, қызы бар. Осындай ханымдар, бұлардың әрқайсысының үш бейнесі бар. Бірінші бейнесі қоғам үшін, содан кейін өздері үшін, және өздері білетін бейне. Сондықтан да оларды екі жүзді, өзгеріп кетті, анау мынау деп сөккенше, сол кісілердің осындан үлкен марапатқа, үлкен жетістікке жеткенге дейінгі күндердің бір минутын көрсеңіздер, скрытый камерамен мысалы көрсететін болса, ол кезде миыңыз болса мойындайсыз, миыңыз жоқ болса, сіз де біздің миымыздан шығып кететін блокқа түсетін ағайынға айналасыз. Осы ауыр сөз болса да, осы айту